Қайырлы күн, ленеші оқырмандар. Бүгін сіздермен өте керемет және де 2022 жылға болжам жасайтын боламыз. Алдағы уақытта сіздерді қандай оқиғалар күтіп тұрғанын қазір осы видеода айтатын боламын. 2022 жылы сізді не күтіп тұрғанын білу үшін алдымен туған күніңіздің тек айы мен күнін аласыз. Мысалға 17-сі 7-ші ай қосамыз, бізде 24 шықты. Енді осы санды бір сан етіп жазып аламыз. 2-ге 4-ті қосып, бізде сонда 6 шығады. 2022 жылды бір күнге айналдырамыз. Барлық сандарды қосқан кезде бізде 6 саны шығады. Осы 6 мәнді қосамыз. 6-ға 6-ға қосқанда 12, оны бір таңбалы сан етіп жазған кезде бізде 3 шығады. Бізде осы формула бойынша қосқан кезде барлық адамда әртүрлі сан шығады. 1-ден 9-ға дейінгі сандарды қамтиды. Яғни түсініктемелерде өз сандарыңызды тауып, кім не күтетінін біліп алыңыздар. Бір саны шыққан жандарда жаңа жобалар бастауға өте қолайлы жыл. Алға қойған арман мақсаттарыңыз орындалады. Яғни 2022 жыл жаңа жоба бастауға, арман мақсаттарды орындауға өте керемет сәтті жыл. 2 саны шыққан жандарда серіктестік, қарым-қатынас жылы болып саналады. 3 саны шықса шығармашылық жыл. Талантыңыздың арқасында жұлдызыңыз жанады. Бойдағы шығармашылықты дамытқан кезде сіздің жұлдызыңыз жарқырайды деген сөз. 4 саны шықса белсенді қызмет жылы. Өсу, атақ, танымалдылық. Яғни жұмыста қызметіңіз өсуі әбден мүмкін. 5 саны шыққан жандар үшін өте керемет. Өзгеріс, саяхат, қозғалыс жылы болып саналады. 6 саны шыққандар үшін отбасы мен үйлесімділік жылы. Тұрмысқа шығу, балалы болу, отбасы болу күтілуде. 7 саны шыққандар үшін рухани өсу, оқу жылы болып табылады. 8 саны шыққандар үшін өте керемет жыл. Қаржылық және материалдық жетістіктер жылы. 2022 жыл болжам бойынша 9 саны циклдің аяқталған жылы. Басталған барлық нәрсені аяқтаңыз. Соңына дейін жеткізуді үйреніңіз. Кімге қандай сан шыққанын төменде пікірге жаза кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса төменге қойсаңыздар жауап беремін. Дұрыс не бұрыс екендігін білу үшін маған жазсаңыздар жауап беремін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.